Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Бұл мен тағы Абдуллаев Шерзат. Тағы сіздермен көрісіп тұрғаным өте қуаныштымын. Енді бүгінгі біздің тақырып, мына өмірде біз не үшін өмір сүріп жатырмыз? Кім үшін өмір сүріп жатырмыз? Мысалы біреулер жақсы ақша тапқысы келеді. Біреулер шетелге шығып саяхаттағысы келеді. Біреулер денсаулығын жақсартқысы келеді. Біреулер өз бала шағасының келешегін дұрыстағысы келеді. Дұрыс па? Әркімнің өз арманы бар. Сол армандарға қол жеткізу үшін тек қана бізде финанс, ақша керек болады. Қазір таңда ақшаң болса, денсаулығыңды түзетесің. Қазір таңда ақшаң болса, жақсы өмір сүресің. Қазір таңда ақшаң болса, шетелге шығасың. Ақшаң болса, бүткіл армандарыңа қол жеткізесің. Бірақ сол ақшаны қалай табамыз? Вот сұрақ бұл. Қалай солай ақша табуға болады бізге? Мына 21 ғасырда не істесек біз сол армандарымызға қол жеткіземіз? Қазір мұның бірден бір жауабы 21 ғасырдың ең мықты бизнесі. Бұл сетевой маркетинг, яғни интернет-магазин. Мені тыңдап отырғандар болуы мүмкін. Сетевой маркетинг дегенімнен сразу менің видеомды өшіріп қоятындар болады. Бірақ мен айтып өтейін, бұл сетевой маркетинг әрқайсы адам үшін берілетін бірден бір мүмкіншілік. Сол мүмкіншілікті кімде-кім қолына алып, сол бизнеспен айналысатын болса, ертең ол адам міндетті түрде рахметін айтатын болады. Сетевой маркетинг деген бұл өте күшті бизнес. Өз армандарыңызға қол жеткізетін бизнес. Сол үшін ойланыңыздар. Мына біздің төбемізде отырған бастықтар бізді ешқашан бай болуға жол бермейді. Біз бастықтан құтылуымыз керек. Біз өзіміздің жеке кәсібіміз, яғни бизнесімізді ашуымыз керек. Әрқайсы адам өзі бизнес жасай ма, ол адам міндетті түрде жақсы өмір сүреді. Міндетті түрде өз денсаулығын туралайды. Міндетті түрде өзі үшін өзі өмір сүреді. Сол үшін, достар, мына 21 ғасырдан қалып кетпеңіздер. 21 ғасырға қарай өтіңіздер, 20 ғасырда қалмаңыздар. Заман мен адамдармен бірдей жүріңіздер. Ал мына бизнеске келетін болсақ, бұл бизнесті үйрететін мен. Мен кімде-кім қалауы болса, осы бизнесті үйретемін. Осылай жақсы өмір сүру, армандарына қол жеткізуге қалай болатынына мен көмектесемін. Менің видеом астына комментарий жазыңыздар, міндетті түрде сұрақтарыңызға жауап беретін боламын. Лайк басыңыздар, менің каналыма подписка болыңыздар. Сіздермен міндетті түрде хабарласамын.